Ассалаумағалейкум. Бәйге десе, делебесі қозып дек бір кететін ағайын. Бүгін тағы ән бәйгесі. Бүгін тағы бір жүйрік таңдалады. Бүгін тағы бірнеше әсем әндер орындалады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Дәстүрлі ән өнерін туеткен 8 қырлыға қош келдіңіздер. Қазақта мынандай бір аңыз бар. Ән аспаннан әуелетіп жерге келеді. Оның жерге жақындаған түсін көрген халық сол ән ұстап қалған. Ал ән жоғарыда қалықтаған жердің адамдары еш нәрсе үйрен алмаған екен. Құдай қалауымен қазаққа жеткен ән қазақ жеріне тіптен жақын ұшқанда, оны халық жақсы естіп, жақсы ән айтатын болған дейді. Бұл шындыққа жанасатын аңыз неге дейсіздер ғой? Себебін алда уақытта біздің бәйгеден күрестер. 8 қырлының сенімді серігі, музыкамен көркемдеуші, әрлеуші, Әлқиса ұлт аспаптар ансамблі дирижері, Қазақстанның мәдениет қайраткері Самат Мәлімбай. Енді бәйгемізге төрелік ететін Қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасының төрағасы, Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері профессор Қайрат Байбосынов. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы халық әні кафедрасының меңгерушісі, доцент, дарын сыйлығының иегері Сәуле Жампейісова. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы халық әні кафедрасының ұстазы, филология ғылымдарының кандидаты белгілі жыршы Ұлжан Байбосынова. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Жүргенов атындағы өнер академиясының дәстүрлі орындаушылық өнер кафедрасының меңгерушісі Ержан Қоспармақов. Күйші, Қазақстанның мәдениет қайраткері Абдулхамид Райымбергенов. Дәстүр салтын дәріптеп қазақ елі ырысқа кенеледі. Ал әнші жастар сандуғаштай сайраса, көңіл шіркін шаттыққа кенеледі емес пе? Ендеше мен сайыскерлерді дәл осы алаңға шақырамын. Қарсы алыңыздар, Ақсуаттың айбындылы Жасұлан Қоңыров. Жасұлан Қазақстан Республикасының халық әртісі профессор Қайрат Әукенұлы Байбосыновтың шәкірті. 2007 жылы Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық дәстүрлі әншілер сайысының лауреаты. 2007 жылы халықаралық шабыт фестивалінің дипломанты. Қазіргі таңда Ықылас атындағы халық аспаптар мұражайының қызметкері. Алдарыңызға келген Жасұлан Қоңыров. Жасұлан, енді сіздің шығармашылық өмірбаяныңызға қарасақ, бірнеше байқауларға қатысыпсыз. Бүгінгі мына өнер сайысына қандай дайындықпен келдіңіз? Бұйырғаны Алланың бұйырғаны дейді ғой. Енді қолға домбыра ұстағаннан кейін күнделікті ақырындап әндерді қарамаса болмайды. Сондықтан дайындығым бір қалыпты. Жаман емес. Қандай қарсылас болса да оған төтеп бересіз. Төтеп беруге тырысамын. Ендеше келесі қарсыласымызды қарсы алыңыздар. Алдарыңызда Назира Бейсенова. Назира өнер жолындағы алғашқы қадамын Көкшетаудағы Біржан Сал атындағы музыка колледжінің ұстазы Саян Мұхамедияров қолдаған. Қазір Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясының 2-ші курс студенті Ардақ Исатаеваның шәкірті. 2007 жылғы Павлодарда өткен Майра Шамсудинова атындағы 1-ші республикалық дәстүрлі орындаушылар байқауының лауреаты. Міне қарсы алыңызда Назира Бейсенова. Ал, қош келдіңіз, Назира. Біздің сайысқа өзіңіз көріп отырғандай, көрерменнің көпшілігі қыздар сізді жеңеді деп отыр. Сіз не дейсіз оған? Ішкі дайындығыңыз қалай? Негізі жаман емес. Найза алып жауға шапқан, қамшы алып дауға барған Қабанбайдың қарындасы Гаухардай, тапқыр домалағана, Төле бидің келіні Данадай, аналарымыздың ізбасары бола тұрып, намысты қолдан бермеспін. Бәрекелді. Жасұлан, мынау шынымен ақ ашық жекпе-жекке шақырды деген сөз ғой. Бөріктілердің намысы бір дейді. Бұған не дейсің? Несі бар, қабылдаймыз. Әнімізді тыңдайтын құлақ болса, ән сайысы біздерге сынақ болса, арман бармам жігітте мен сияқты қарсыласым Назирадай шырақ болса дейді. Бәрекелді. Ал Назира, міне жайлы мінез Жасұланның жолбарыстай мінезін оятып алдың. Байқа. Елдің көркі болады қыз дегенің, сыйластықтың белгісі сіз дегенің. Айтысуға мен келдім Жасұлан-ау, шыныменен мен болсам іздегенің. Мәссаған. Бәйгенің көкесі бүгін болатын сияқты, қадірменді көпшілік. Олай болса біз алғашқы бөлім көңіл ашарды бастаймыз.
Көңіл ашар бөлімнің атауы осылай. Бұл бөлімде сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бір әнді толығымен орындап шығуларыңыз керек. Бұл бөлімде сіздердің әншілік шеберліктеріңізді төрешілер байқап бағасын беретін болады. Ал енді бұл бөлімді кім бастайды? Ол үшін менің қолымдағы кішкене қоржындағы қызыл асықты кім алады, сол осы бөлімді бастайтын болып есептеледі. Сонымен қайсыңыз аласыздар? Назира. Егер қызыл асық алсаңыз, сіз бастайсыз. Қызыл асық сізге бұйырған екен. Ендеше бұл бөлімді Жасұлан Қоңыров бастайтын болды. Ал іске сәт Жасұлан, көңіл ашарды қандай әнмен бастаймыз? Енді көңіл ашарды Берікбол бабамыздың ағаш аяғымен бастасам деп тұр. Бәрекелді. Әлгіндегідей жалынды сөздердің жалғасы осы әнмен жалғаспауы мүмкін емес. Іске сәт, алдарыңызда Жасұлан Қоңыров. Келдің қайдан ал ирек алмам ойын ошар сайдан қарағым мекеніңді айтып қойшың адамның жат болмақ осындайдан қалдау қыз қайда ойбай қыз қайдай қара жолмау дегенің шұбырындың із болдай алашаздай нәр татпай іздегенім қыз болды бибай қыз қайда ойбай қыз қайдай қыздара есің алсаң алмасаң қой мен дағы өлер деймесең шіркін оу өкілі кәмшәт бүркің ой пәләй ой пәләй осылай мекен қыздар Міне өздеріңіз куә болғандай, Жасұлан жеңіс тұғырын бағындыруға шындап кіріскен сияқты. Алдыңғы берген уәдеңізді жекпе-жекке шақырғаныңызға өкініп тұрған жоқсыз ба? Жоқ, еш өкінбеймін. Ал сіз қандай ән орындамақшысыз? Мен халық әні аққуымды тарту етем. Бәрекелді, ендеше кідірмейік. Сахна төрі сіздікі. Алдарыңызда Назира Бейсенова. Екеуі бір-біріне сай қарсылас екен. Тура сен тұр, мен атайындар. Енді Назираны тыңдайық.
Бәрекелді, екеуіңіз де ерледіңіздер. Ал енді бұл бөлімнің қорытындысын алдағы уақытта еститін боласыздар. Біздің қазылар алқасының назарынан ол тыс қалмайды. Ал енді келесі бөлім ән көкпардан кейін жалпы қорытынды айтылатын болады. Ал нағыз ән додасын бастаймыз. Ән көкпар. Бәйгеміз дәстүрлі әндерге арналған соң, өткен күнге үңілмей кету мүмкін емес. Әйгілі Үкілі Ыбырай мен әнші Кәкиманың бір отырыста айтқан әндері бүкіл жұрттың арасында аңызға айналған. Әнші Кәкима сырнаймен сызылса, Үкілі Ыбырай құйқылжытып, қоңыр даусымен әнге салады. Бұл кеште неше ән айтылған белгісіз, бірақ бір тамаша ән есте қалады. Ол Үкілі Ыбырайдың әнші Кәкимаға арнаған әйгілі гәккуі. Осы кештен де біз Жасұлан мен Нәзирадан осындай ән айтысын күтеміз. Ендеше сәттілік сіздерге. Шарт бойынша бұл бөлімді Нәзира сіз бастайсыз. Арқаның дәстүрлі әнінің бірінен бір шумақ қайырмасын орындайсыз, оны Жасұлан сіз жалғастырып кетіп, кейін тағы бір басқа ән орындайсыз. Егер осы айтыс барысында біреуіңіз мүдіріп қалып жатсаңыз, орында осы ән көкпар тоқтатылған болып есептеліп, сіздің қарсыласыңыз жүйрік болып аталады. Ал бұл бөлімге берілетін 10 минут жалпы. Егер ең жоғарғы ұпайға ие болам десеңіздер, онда мүдірмеулеріңіз керек. Ал егер екеуіңіз толықтай осы бөлімнен өтіп жатсаңыздар, онда біздің қазылар алқасы сіздердің орындаушылық шеберліктеріңізге қарай өз ұпайын береді. Сонымен ән көкпар басталды. Шабыттарыңыз да, шабыстарыңыз да тең болсын.
көтерген туман деліммен қарқарал сұлу көкшам жер шоқтығым сарарқай ту көтерген туман деліммен жер шоқтығай көкшетау талғарағай бақшабау бауырыңда бар 80 гүл желің жұпар аңқиде бауырыңда бар 80 гүл желің жұпар аңқиде бауырыңда бар 80 гүл исің жұпар аңқидай бауырыңда бар 80 гүл исің жұпар аңқидай деген қолымда бір тазым бар үй жетек деген ұйықтасам барма менің айрылып сенен сәулем үй кетем деген халala гүлилей лилала гүлилей халала гүлейлем лейлем
қашқан ол аспанда мен ақ сұңқарай түдеп ұшқан ай 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 әридәридатайын қаңғылмай ақ жүніңнен берілге шайы тамаша қарап тұрсын ай доспен дұшпан ай 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 әридәридатайын ой еркем ой еркем ой еркем халала кулилай лейлала кулилай ардағым ләйлім ай ардақ ай 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 әридәридатайын Қадірменді көрермендер, осы өткен екі бөлімнің қорытындысын қазылар алқасының мүшелерінің әрқайсысынан тыңдап шығайық. Ержан аға, сөз өзіңізде. Жалпы енді бүгінгі орындаушылықта бір ерекшеліктер байқалып отыр. Оның бер жағында мынау ағаш аяқ әнінің айтылуының өзіндегі бір кітаптар сияқты. Ол жаңа жасыларының өзінің айтқан сөздерінің бір дәлелі ретінде өзіне сенімділігін көрсетіп отыр. Жалпы жақсы айтты деп мен өз басым 9 балл қойдым. Әрине аққұм бұл жерде кішкентай бір ағаш аяқтың қасында да бір олқылық танытып атты. Сенімсіздік пайда болып атты. Оның үстіне бірінші көңілі жардан бастап атқаннан болу керек. Нәзира кішкене қалыңқырап атты. 8 балл қойдым Нәзира. Екеуіне бірдей мен 8 деген балл бердім бірінші. Көңілі жардан. Ән көкпарда Жасұланға 9, Нәзираға 7 балл қойдым. Мен Жасұланға өзім көңілім толды. Жасұланға қоятын ұпайым 10, Нәзираға 9. Мен қоятын ән көкпардан қоятын ұпайым Жасұланға 10, Нәзираға 8. Мен бағам 9, және де Нәзираға біріншіден 9 деген баға қойдым. Келесі бөлімінде Жасұланға 10, Нәзираға сәл жетіңкіремей қалды, бірақ әлде де сайысымыз алда тұр, сондықтан да 8 деген баға қойдым. Ол біріншісінде де ағасына 9 балл қойдым да, қарындасына Нәзираға 8 балл қойдым. Екінші ән көкпарда да міне Нәзираға 8, Жасұланға 10 балл қойдым. Қадірмен сайыскерлер, сіздер қазір екеуіңіз кезек-кезек алдарыңызда тұрған мына монтордағы кез келген ұяшықтан қайсыздар. Бір-бірден 3 рет таңдап шығасыздар. Осы бөлім барысында сол ұяшықтың әрқайсының ар жағында белгілі бір әннің мәтіні жасырылған. Сіздерге қойылатын талап сол әннің аталуы мен авторын айтуларыңыз керек. Және ең бастысы сол әннің бір шумақ қайырмасын орындауларыңыз керек. Ал егер таппасаңыздар, онда сіздердің жанкүйер нөкерлеріңізге арқа сүйейтін мүмкіндік беріледі. Егер өздеріңіз сол сұрақтың жауабын тауып жатсаңыздар, 10 ұпай, ал егер сол нөкерлеріңіздің көмегіне сүйеніп жатсаңыздар, 5 ұпайды шегеріп, 5 ұпайды қанжығаларыңызға байлап береміз. Ал егер мүлдем таппай жатсаңыздар, онда әрине сіздердің қарсыластарыңыздың жеңіске деген мүмкіндігі ұлғаяды. Дайынсыздар ма? Онда бұл жолы біз Жасұланнан бастаймыз. Ал Жәке, қай ұяшық таңдайсыз? 25-тен бастайық. Басынан жыландының құлағанмын, кекілің кербез аттың сылағанмын. Ал Жәке, Ақан серінің атақты әні балға деші. Басынан жыландының құлағанмын, кекілің кербестінің дүние
яй салағаны мен кетті деп балға дишау естігенде құшақтап қоштастықтай дүнияй жалағаны мен Өйлеген ай. шіркін ай жалағаным ой. Тамаша. 15-ші ұяш ұтқандаймын. Көңілді босаңқылау оятқандай, әнге сал қоңыр қаздай саңқылдаған. Бұл әсеттің қоңыр қазы. Әсеттің қоңыр қазы. Тамаша. Қоңыр қыз көл жағалай қаңқылдаған Өйді. Үзіліп көлге айғыны салқындаған көңілді басын қылай оятқандай әнге әнге қоңыр қаздай сылқындаған ақауисің қоңыр қазбен жайбас айтқандай таусылым айдай көңілімде сегіз деп тұр. Қан қылмай ақ жүніңнен бір ілгішші, тамаша қарап тұрсын дос пен дұшпан. Бұл да сізге қиындық тудырмаған шығар. Жоқ, жаңа айтып кеткем Жарылғап бердінің ардағы. Жарылғап бердінің ардағы. Бәрекелді. Оярда сен ақ қоян шыңнан қашқан аспанда мен ақ сұңқарай төдеп ұшқан ай-ай, әриді-тай. Қаңғылмай ақ жүніңнен берілгіш шайы артыңда қарап тұрсын ай доспен дұшпан ай-ай, әриді-тай. Өйді. Leylim ay ardağa yay eriday. 28. Жүйрік ат жақсы әйел, ер қайрағы, жігіттің болып өстім боздайлағы. Ақан серні майда қоңыры. Бәрекелді. Жүйрік ат жақсы әйел, ер қайрағы, жігіттің ай. Болып өстім айя бұ шіркін, о бұ бостайлаған
жүреді ай шіркін дик. Жастығың жайнап тұрған жауқазын шақ, өмірдің мағынасына түсіне біл. Біржанның әні сырғақты. Тамаша. Өйді. Шанып тұрған жас өмір алғызыл гүл сипаттауға бағасын ол жетпейді етіл жауқазын желбірегендей бұл бір шағын өмірдің мағынасына бол әридай түсіне білейін ей арманай өтеді дүние жалғанай. Беуде. Мен 24 қандайын. Жылқым жатыр ақ көлдің шаңдағында, кімдер сері болмайды бойдағында. Халық әні қарғаш. Халық әні қарғаш. Дұрыс, Нәзира, дұрыс. Жылқым жатыр ақ көлдің шаңдағындайым, кімдер сері болмайдай бойдағындайым. Қыз кеткен соң ауылдан қызық кетерім, келіп кетіп жүргейсің ойнағындай Ләйлім, лилалым, ләйлім ая. Ал сайыскерлер, сонымен қазір сіздерге алтын қорда сақталған белгілі бір әншінің орындауында ән беріледі. Ол да алдыңғы бөлімдегідей мына алдарыңызда тұрған монитордағы ұяшықтарда жасырылған. Кез келгенін кезек-кезек бір-бірден 3 рет таңдайсыздар. Ескерте кететін жайт, сіздерге талап бірдей. Егер әнді қайсыңыз бірінші тауып жатсаңыздар, онда мына дауылпазды бірінші қағуға тырысу керек. Тағы бір естеріңізге салатын жайт, сіздерге жалпы 16 секунд көлемінде уақыт беріледі. Егер дәл ән басталғанда қағып үлгерсеңіздер, онда белгіленген 10 ұпайды еншілейсіздер. Ал уақыт азайған сайын сіздердің де еншілейтін ұпай саны шегеріле береді. Түсінікті ғой? Ендеше бастайық. Бірінші болып, бұл жолы Назира, сіз бастайсыз. Қазақтың саны киелісі 7 дейді ғой? 7 Байғабыл Жылқыбаевтың орындауында Естай Беркінбайұлының әні бір мысқал. Дұрыс. Бесті таңдайды. Ал Назира? Қайрат ағаның орындауында Юранай әні. Юранай. Юранай. Кімнің әні? Естайдың әні. Естайдың әні Юранай, Қайрат Байбосыновтың орындауында. Бәрекелді. 17 болсын. Жүсіпбек Елебектің орындауында Жүсіпбек Елебектің орындауында Ақан Серінің әні Майда Қоңыр. 19. Манарбек Ержановтың орындауында Ақан Серінің әні Балқадиша.
21. Манарбек Ержановтың орындауында Жалғап бердің әні Ардақ. Ардақ. 13 яшық. Бұл Қоңырқас Әсеттің әні Дәнеш Рақыштың орындауында. Өкінішке орай, бұл тапсырманы ешкім орындай алған жоқ. Сондықтан енді біз сіздердің назарларыңызға осы орындалған әннің үзіндісін береміз. Тыңдайық. Бұл Қажыбек Бекбосыновтың орындауында әстің әні Қысмет болатын. Сіз естімеген бір ән, соңғы бөлім осылай еді. Құрметті өнерпаздар, сіздер ел арасында айтылмай жүрген, не болмаса өздеріңіздің жандарыңыздан шығарған жаңа әннің тұсауын кесулеріңіз керек. Мен бұл әнді Қайролла Жүзбасов деген кісінің Ақан сері Маң-Маңдер деген жинағынан Ақан сері деген әнді алдым, нотадан өзім шығардым. Ақан серінің әні Ақан сері. Салқым салып, жігіттің сері қардасын қасым алып, құлағы бір пенденің шалар мекен, азырақ ән салайын айғай салып. Ақол қалалалау ләйлім, қалалалау ләйлім ай. Даусым азаңқырап барар мекен, естіген тыңдап құлақ салар мекен, бір пенде рахмы түсіп жәрдем етсе, байлаудан босанар күн болар мекен. Ақол қалалалау ләйлім, қалалалау ләйлім Бұлан қазақтың ағиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың жырларының ішіндегі ең бір құндысы «Үш бақытым» деген өлең бар. Сол өлеңге жазылған әуесқой сазгер Кентау Назарбековтің әні «Үш бақытым» деп аталып қабылданды. Ең бірінші
екінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенен. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Үш бірдей бақытым бар алақандай, мені мұншау бақытты жаратар май. Үш күн мұрын төгеді ау аспанымнан, Атырау Алтай Арқей Алатауға. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті ай тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жан болса өмірдегер, қиналмай-ақ келді ағай оталменен. Үш бірдей бақытым бар алақандай, мені мұншау бақытты жаратар май. Үш күн нұрын төгеді ау аспанымнан, Атырау Алтай Арқей Алатауға. Үш күн нұрын төгеді ау аспанымнан, Атырау Алтай Арқей Алатауға. Бәрекелді. Ән қоржындарыңыз осылай толға берсін. Соңғы сөз қазыларда. Ақан сері әні енді бізде бірінші рет естіп отырмын мен өз басым. Кішкене әлі бір қайнау ішінде сияқты сезіліп тұр. Томба сүймелінде ән жаман емес сияқты. Мен 9 балл бердім де, Жасұланға мынау 3 бақытым деген көбірек сахнаға салғаны көрініп тұр баланы. Мен 10 балл бердім. Енді орындаушылық жағына келетін болсақ, әрине мына Назира нотамен шығарғандықтан кішкене нотаны ғана орындап тұрған сияқты, әлі жүрегіне сіңбеген бұл ән байқалып тұр. Ал Жасұланның орындауындағы 3 бақытым әні өзінің бойына сіңіп, кәдімгі мына айтайын деген ойын жеткізіп тұрған сияқты көрініп тұрмаған. Сол жағынан алғанда мен Жасұланға 10, Назираға 9. Назираға 9, ал Жасұланға 10. Менің бағам Жасұланға 10, Назираға 9. Назираның айтқан әні, мен мысалы бұл әуені қандай ән айтып тұрған мен түсінбедім. Ақан серінің қолтаңбасына ұқсан құрамайды. Өйткені себебі бұл фортепианалық нотаға қадалып барады. Ал енді сен домбырамен орындау керек қой. Ал домбыраға көшіргенде домбыраның басы болады, ортасы болады, аяғы болады, регистр дейміз. Сол регистрді тауып орындағанда ана фортепиананың ноталарыңыз кейде сырттан қойады. Ол әннің жаңа домбыраның өн бойынан өзегін тауып, Ақан серінің өзінің қолтаңбасын, Ақан серінің мелодиясын жанына кіруін керек. Сен Ақан серінің мектебін білуін керек әндерін. Беретін бағам 8. Жасұланға айтып отырғанымыз, бұл да енді әншілігіне, саздылығына, және сен композиторың өз ауызынан естің ғой. Саған сондықтан түсінікті, ол кісінің айтпақ ойы, шырқамақ ойы, сондықтан саған белгілі дүние болғаннан кейін сен әрине көшіруге ілгері болып тұрған себебі сол. Саған беретін бағам мен 9.
Бүгінгі 8 қырлы байқауының жеңімпазы 185-те 200 ұпай айырмасымен жеңімпаз атанған Жасұлан Қоңыров. Бүгін бір керемет ән бәйгесі болды. Шындығында сонау сал серілер заманына бір түсіп өткендей болдық. Әсем ән барда сұрғылт тірлікке сән кіреді. Ал сән барда біздің өмірімізде мән болады. Ендеше шаңырағымыздан ән үзілмесін ағайын.